Ассалаумағалейкум достар. Бүгін мен сіздерге Зүлхиджа қасиетті ай жайлы 5 факт айтып беретін боламын. Видео бастамас бұрын каналға тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Және де видеоны бірінші болып қарағыңыз келсе, онда каналға тіркелудің және қоңырау тұр, соны баса кетіңіз. Алла разы болсын. Ал баста. Бірінші факт. Құранда аты аталған 4 айдың бірі. Мұсылман күнтізбесіндегі 12 айдың 4-еуі қасиетті айлар болып табылады. Бұл жөнінде Алла Тағала Тәубе сүресінің 36 аятында былай дейді: тегінде аспан мен жер жаратылған күннен бастап Алла айдың санын 12 етіп белгілеген. Оның 4-еуі Зүлқағда, Зүлхиджа, Мухаррам, Реджеп. Соғысуға тыйым салынған айлар. Дінде бұл дұрыс. Бұл айларда сендер өздеріңе зиян жасамаңдар делінген. Екінші факт. Алғашқы 10 күні ерекше ай. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің асыл сөзінің бірінде: осы 10 күнде жасалған игі істен Аллаға сүйкімдірек игі іс жоқ, яғни Зүлхиджаның 10 күні деген. Үшінші факт. Арафа күні бар қасиетті ай. Осы 10 күннің ішінде арнайы қасиет тұтылатын Арафа күні бар. Арафа күннің уақыты Зүлхиджа айының 9-ы, яғни Құрбан айттан бір күн бұрын. Бұл күні қажылық парызын өтеуге барған кісілер түс ауғаннан кейін ертеңгі таң намазына дейінгі аралықта Арафат тауына бір мезет тұрақтайды. Ал қажылыққа бармаған жамағат ораза тұтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Арафа күнгі ораза үшін өткен жылғы және келер жылғы 2 жылдық кіші күнәларын кешіруді Алладан үміт етіп тілеймін деген. Төртінші факт. Ұлық мереке Құрбан айт осы айда. Зүлхиджа айының 10 күні ораза ұстауға болмайды. Өйткені бұл күн Құрбан айт күні. Құрбан айттың бірінші күні және одан кейінгі 3 күн, яғни тәшрик күндері ораза ұстаудан шариғат тыяды. Зүлхиджа айының 10, 11, 12 және 13 күндері осы жылда Құрбан айт 20 шілде. Бесінші факт. Үлкен қажылық жасалатын ай. Зүлхиджа айының 8-нен 12-сі аралығында қажылық рәсімдері орындалады. Бұл парыз етілген қажылық, яғни мұсылманның орындауға міндетті 5 парыздарының бірі осы айда орындалады.